Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз көзге көрінбейтін микробтар жайында зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Бүгін бізде Анварбекова Айза, Мұхаммедкәрім Айзере. Зерттеу жұмысына балалар керекті құралдар: су керек екен, бізге балалар сабын керек екен, сосын майлық керек, қара бұрыш керек екен. Балалар, біз бұндай жұмысты, зерттеу жұмыстарын тек қана үлкен адамдардың көмегімен ғана жасаймыз, Олай болса, балалар, біз жұмысымызды бастаймыз. Қолымызды үнемі жуып жүруіміз керек екен, балалар? Біз қайдан әкелеміз микробты? Серуеннен әкелеміз, сосын ойнағаннан, ойыншықтардан, дәретханадан шыққанда үнемі келгеннен кейін қолымызды не істейміз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Қолымызды немен жуамыз, Айза? Дұрыс айтасың, Айза. Қолымызды сабынмен жуады екенбіз. Балалар, енді қазір осы микробтарды, алақанымыздағы микробтарды тексеріп көрейік, Кәне қолымызға өзіміздің қолымызға алақанымызды аламыз, Оны кәне суымызды, міне тостаған толы суымыз бар. Тұра тұр, Айза, асықпа, Міне бізде тостаған толы су бар. Алақанымызды әдемілеп осы суға саламыз, кәне. Салыңдар. Ой, кәне. Ой, балалар, көрдіңдер ме? Не шықты? Микроб. Дұрыс айтасыңдар. Біздің алақанымызда осындай қолымызды жумаса, осындай микробтар болады екен. Көрдік па? Сол үшін не істеуіміз керек екен? Қолымызды жуу керек. Немен жуу керек екен? Сабынмен. Сабынмен жуу керек екен. Енді біз қолымызды жумаса, онда ағзамызға не істейді екен? Микробтар түсіп кетеді екен. Содан кейін біз ауырамыз. Дұрыс айтасың, Айзере, біз ауырып қалады екенбіз. Жақсы, қолымызды сабынмен әдемілеп, жақсылап жуып жүру керек екен. Келесі жұмысымыз мына алақанымыздағы микробтарды жою екен, Қияғын да қиямыз. Тез қаттырып қиямыз. Енді осыған балар микробтарды жібереміз, Микробтарды саламыз. Енді балалар, осы микробтарды жою үшін бізге не керек екен? Сабын керек екен. Енді мына сұйық сабынымызды әкел, Айза, қолға. Қолымызға тамызамыз. Айзере, кел. Енді микробтарымызға батырамыз қолымызды. Балалар, көрдік па? Не болды? Микробтар кеткен. Микробтарымыз біздің сабыннан қашып жатыр, көрдіңдер ме? Енді біз өзіміздің алақанымызды осылай күнделікті даладан келгенде жуып отырсақ, не болады екен? Сабынмен жусақ, микробтарымыз судан қашып кетеді екен, Не алып келдім? Сабын алып келдім. Бұл сабынмен не істейміз, балалар, біз? Қолымызды жуады екенбіз. Балалар, енді біздің ендігі зерттеуіміз микробтарды не істейміз, балалар? Жуады екенбіз. Біз микробтарды не істеуіміз керек, балалар? Жуымыз керек, Мына қолымызда не бар екен суретте? Микробтар бар екен, Кәне, осыны бұлай қоямыз, алдымыз, Айза, тоса тұр. Осылай қоямыз. Енді балалар, сабынымызды суға салып алайық. Кәне, мен сендерге көмектесіп суға саламыз. Стап тұр, бастама, Енді балалар, микробтарды жуамыз, микробтарымызды. Кәне, енді балалар, көрсетеміз, қолымыз қандай болды, алақанымыз? Таза. Мына стай ғой суреттерін. Сабынымызды қойып қоямыз, Қандай болды біздің алақанымыз? Таза. Біз немен жудық, балалар? Сабынмен жудық, Сабынды суға салып, езіп, алақанымызға жуып едік. Біздің микробтарымыз қайтты? Кетіп қалды. Енді балалар, көрдік па? Үнемі қолымызды даладан кіргенде қолымызды осылай не істеуіміз керек екен, Айза? Жуып жүру керек екен. Сонда не болады екен?
таза. таза болады екен алақанымыз, иә? Біздің ағзамызға микробтар не істейді екен? Түспейді екен, иә? Тазалықты сақтап жүруіміз керек екен. Жақсы болыңыздар.